Қыс мезгілінде қандай да бір оқыс оқиға, жалпы төтенше жағдай туындай қалған жағдайда оларды жоюға, азаматтарды қорғау мақсатында 1700-ден астам техника жұмылдырылмақ. Облысымызда 177 стационарлық және 161 жылжымалы жылыту бекеттері даярланған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында айтылды. Қыстың көзі қырауда демекші, қысқы маусымдағы табиғаттың тосы мінезіне төтеп беріп, қандай да бір қолайсыздыққа тап болмаушы мемлекеттік күш құрылымдар қазірден тыңғылықты қамданып қоюлар шарт. Қысқы кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралар қарастырылған брифингте облыстық төтенше жағдайлар департамент өкілі қыс мезгіліндегі төтенше жағдайды жоюға жұмылдырылар күш құрылымдар туралы мәліметтерді дәйектеп берді. Айтуынша, бүгінгі 5056 адам және 1773 бірлік техника құтқару жұмыстарына жұмылдыруға сақадай сай. Сонымен қоса жылыту бекеттері туралы ақпарат жандандырылды. Облыста 177 стационарлық және 161 жылжымалы жылыту бекеттері бар. Сонымен қоса республикалық және облыстық маңызы бар жолдардың қар басу қаупі бар және облыстың қысқы мезгіліндегі болуы ықтимал төтенше жағдайларға бейімділік картасы әзірленді. Қарағанды облысының халқы мен аумағын қысқы кезеңдердегі төтенше жағдайлардан құтқару, қорғау мақсатындағы іс-шаралар жоспары бекітілген. Өңіріміздің автожолдар бойынша 513 шақырым болатын 590 қарлы учаскелер бақылауға алыныпты. Жол ұйымдарының ақпараты бойынша 772 бірлік техника жолды қысқы қамтамасыз етуге бағытталатыны да айтылды. Аталған жол учаскелерінде зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 19 жылыту пункттерінің жұмысы ұйымдастырылған. Сонымен қатар жол бойындағы бизнестің басқа да объектілері аталған бағытта жұмыс жасауға пайдаланатын болады. Төтенше жағдайлар департаменті қысқы жағдайларда жұмыс істеу үшін негізінен жергілікті бюджеттің қаражатынан есебінен сатып алынған және мемлекеттік материалдық резервтен брондалған жоғары өтімді 74 бірлік эвакуациялық және инженерлік техниканы дайындады. Жол талғамайтын көліктер, вахталық автомобильдер белсен тартылатын болады. Брифинг барысында жолдарды қысқы қамтамасыз ету, жолдарды тазалау іс-шаралары да айтылды. Осы бағыттағы жұмысқа жауапты Қаш сервис серіктестігінің Қарағанды облыстық филиалының өкілі айтуынша, бұл күнде республикалық маңыздағы 1422 километр жолды қысқы қамтамасыз ету үшін 117 арнайы машина механизмдер қарастырылған. Алайда бұл техникалардың бүгінгі даярлығы 86% ғана құрап отыр. Соңғы жылдары Қарағанды Теміртау, Қарағанды Балқаш тас жолының қысқы қауіпсіздігіне қатысты кемшіліктер аз болмады. Тұрғындар шағымы біршама. Осынау жолдардың қысқы күтім қамтамасыз етілуіне қатысты былай деді. Қарағанды Балқаш жағының жұмыстары әлі жөндеу жұмыстары болып жатыр. Әрі нақты бізге берілетіні белгісіз, беріледі ме, берілмейді ме. Беріледі деп біз және өзіміз жұмыс жасап жатырмыз. Сондағы істеп жатқан мердігерлер мен договор намерение дейді, солардан техника алып, және де қазір мүмкін жаңа жылға дейін беріле қоймас, жаңа жылдан кейін біз предпланмен закуп жасағалы жатырмыз. Техникаларды сол жағында жұмыстар атқарудамыз. Бақыт Құлматулова, Зұлхарна Есмахаев, Данил Заславский, 5-ші арна.